Қайырлы күн. Бүгін біздің сүрлім алаңға жақсыны көрмекке айдармен Алматы қаласындағы нөмірі 140 гимназияның асханасына ат басын бұрмақ. Олай болса, кеттік! Тәулігінің 4/1 бөлігін мектеп қабырғасына өткізетін оқушылар мен ұстаздар үшін нөмірі 140 гимназияның асхана қызметкерлері күнделікті сапалы қызмет көрсетуде. 2021-2022 оқу жылы күрделі жөндеу жұмысынан өткен. Асханаға қоса буфет те жұмыс жасайды. Ішкі дизайны әдемі, қабырғаларда тамақтануға қатысты түрлі суреттер бейнеленген. Күн сайын жаңарып отыратын аса құнды дәрумендерге толы тағамдар Алматы қаласы білім басқармасы бекіткен ас мәзіріне сай дайындалады. Осы орайда асхана қызметкері болу үлкен ыждахаттылықты, асқан шеберлікті қажет ететінін байқауға болады. Ең алдымен біз асхананы жалға алушы арендатормен сұхбаттасуды жөн санадық. Сабира Махмұтқызы, жұмысыңыз өзіңізге ұнайды ма? Ұнайды жұмысым. Өзімнің мамандығым 10 жылдан асты мектеп асханасында жұмыс істеймін. Жалпы жұмыс болған соң қиыншылықтар мен қызықты сәттері қатар келеді. Осы жұмыс барысында басыңыздан өткен бір қызықты сәтті айтып берсеңіз. Аспазшылар өз мамандықтарын мысалы күннен күнге мысалы бүгін бір нәрсені қосып ертең тағы да сол дәміне қарай күнне бір жақсартып сен осыдан аспазшы шығар екен деп ойлайсың ғой алған кезде. Ол одан да мықты болып шығуы мүмкін. Жалпы аспазшылардың бір күні жайлы қысқаша айтып берсеңіз. Мысалы өзіңіз ойлаңызшы, аспазшы тамақты дайындап, бәрін дайындап әзірлеп, оқушылардың алдына, мұғалімдердің алдына қояды. Оның бәрі тез дайын болғандай елестейді, бірақ ол олай емес. Таңғы сағат 5-те тұрады, 5:30-да жұмысқа келеді. Сол 5:30-нан аяқтарынан тік тұрып, кешкі сағат 6-7-ге дейін жұмыс істейді. Олардың арасында тамақ ішулеріне де уақыты болмайды. Булочка дайындайтын, тәтті, наннан дайындайтын пекарларым да өте керемет. Бәрін дәмді дайындайды. Олардың да жұмысы, онымен жұмыс істеу өте қиын. Бірде көтеріліп, бірде көтерілмей қалады ғой, мысалы. Соның бәрін олар әр нәрсенің технологиясын өте жақсы біледі. Сіздерге шыдамдылық, ептілік және де сәттілік тілеймін. Рахмет. Дұрыс тамақтанумен қоса ондағы тұтынылатын барлық заттар, ыдыс-аяқтар да санитарлық, гигиеналық талаптарға сай болуы ескеріледі. Тамақтың берілуін қадағалайтын мектеп медбикесі, әлеуметтік педагог, қамқоршылар кеңесі төрайымы мен гимназия әкімшілігінен құрылған бақылау комиссиясы тарапынан үнемі бақыланады. Осы орайда біз бақылау комиссиясының бірімен тілдесуді жоспарладық. Әйгерім Серікханқызы, оқушыларға ыстық тамақтың дұрыс берілуін бақылау кезінде қандай құжаттармен жұмыс жасайсыздар? Жалпы гимназия бойынша астың сапасына бақылау жасау мониторинг комиссиясы құрылған. Бақылау сараптау комиссиясының мүшелері бүгін біз 2-ші аптаның 5-ші күнінің асханадағы жұмысын бақылаймыз. Жанар Төлепқызы, асхана меңгерушісі қызметі еңбекқорлықты қажет етеді. Біз комиссия мүшелерінің алдында тағамдардың ас мәзіріне сай және де өлшемдерінің бір қалыпты деңгейде екенін тәжірибе жүзінде көрсетіп берсеңіз. Бүгін 2-ші аптаның 5-ші күні ас мәзірінде бізде қарақұмық пенен тектелі. Қазір сол қарақұмық пен тектелігі өлшеп берейік 7-10 жас аралықтарын. Тарелканың тарасын алып тастаймыз. 100 грамм қарақұмық бізде, 15 грамм соусы, 80 грамм тектелі, ішуге кесел бүгін С витаминмен тарасын алып тастаймыз бокалдың. 210 грамм кесел, алмасы 150 грамм, дәрумені 150 грамм, наны 20 грамм. Мені де қара нан берілген. Бақылау сараптама комиссиясы бұл жұмысты өте қатар бақылауда ұстаймыз. Себебі бұл жерде 1-ші және 4-ші сынып аралығындағы оқушылар
тегін тамақпен қамтамасыз етіледі. Асхана тазалығы, соның ішінде әсіресе тамақтың құнарлы, нәрлі, дұрыс дайындалуы осы тұрған барлық сараптама комиссиясы мүшелерінің басты назарында. Бүгінгі күннің ас мәзірі міндетті түрде бекітіліп, тақтада ілініп тұру керек. Сол ас мәзірінде көрсетілген тағамдар бойынша барлық тағамдарға сертификаттар болу керек. Ол сертификаттарды біз осылай папкаға жинап қоямыз. Яғни бүгінгі күні бізде ас мәзірінде тефтили болса, тефтилиге қажетті ет тағамдарының сертификаттары бар. Осылайша күнделікті бір күнде осылай папкаға дайындап отырамыз. Сонымен қатар асханада өте көптеген журналдарды басшылыққа аламыз. Тоңазытқыштың режимін, температурасын тексеру журналы, ас блогындағы санитарлық жағдайды тексеру журналы, сонымен қатар ас блогындағы қызметкерлердің санитарлық жағдайын тексеретін журнал, тағы да бір үлкен бір басшылыққа алатын құжатымыздың бірі, ол гимназияға көптеген ата-аналар келіп тағамдарды көреді. Сол кезде балалардың қалай қайтып тамақтанып жатыр, сапасының қандай екендігін міндетті түрде мектеп асханасының ата-аналарының ұсыныс және шағым журналы болады. Сол ұсыныс шағым журналдарына өздерінің белгілерін қалдырып отырады. Жақсы, рахмет. Келесі сауал әлеуметтік педагог қызметіне байланысты болып келеді. 1-4 сынып оқушылары ыстық тамақпен қамтамасыз етіліп жатқаны барлығымызға мәлім. Бұдан басқа тағы да асхана тарапынан қандай көмек көрсетіліп жатыр? Өте керемет, рахмет сұрағыңызға. Биылғы оқу жылында 1 және 4 сыныптарға барлығына дерлік ыстық тамақпен қамтылады деген керемет бір жаңалық болды. Қазіргі таңда 1-4 сыныптар гимназия бойынша 1187-ның барлық баласы ыстық тамақпен қамтылып отыр. Сонымен қатар гимназия бойынша аз қамтылған отбасы санаттары бар. Қазіргі таңда 97 бала. Соның 5-11 сыныбындағы 57 бала тегін ыстық тамақпен қамтылып жатыр. Тағы да бір ескеріп келетін жағдай, асхананы жалға алушы есебінен де бізде балалар бар тамақ ішетін. Яғни құжаттарын жинай алмайтын белгілі бір жағдай болып жатқан кезде біз асхана жалға алушысына айтамыз. Ол кісілер бізге мүмкіндік береді сол балаларға тамақ ішуге. Биылғы оқу жылында 16 бала тамақ ішіп жатыр. Барлығы 1260 бала қазіргі таңда бізде тегін ыстық тамақпен қамтылуда. Жақсы, мазмұнды да мағыналы жауабыңыз үшін көптен көп рахмет. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Сыныппен бір мезгілде бірге тамақтану неге үйретеді? Бұл тамақтануды ғана қамтамасыз етіп қоймайды, ұжымдық мәдениеттің де қалыптасуына ықпал ететініне көз жеткіздік. Сөз соңында 1-4 сынып оқушыларының тегін әрі құнарлы тамақтануына мүмкіндік жасаған Алматы қаласы әкімдігіне, Алматы қаласы білім басқармасына, сондай-ақ гимназиядағы 2,5 мың баланың 200-ге тарта мұғалімдердің уақытылы, дәмді тамақтануына ұйытқы болып отырған нөмірі 140 гимназияның асхана қызметкерлеріне шексіз алғысымызды білдірмекпіз. Жақсы күндерде кездескенше, қадірлі көрермендер.